Dostlar, Toğuzkumalaktın çevir tarixine kelетін болсақ, Тоғызқұмалақ бұрын 4000 жыл бұрын пайда болған. Тоғызқұмалақтың ойыны бұрын ата-бабаларымыз көбінесе өзі қазақ халқы көшпенді халық қой, қойшылар арасында пайда болған. Енді Тоғызқұмалаққа келетін болсақ, өткен ғасырларда, және айттым ғой, қазақ даласында ең көп тараған ойынның бірі болатын. Қазақи аңыздарға сенетін болсақ, Тоғызқұмалақ ойыны қарапайым қойшылар және ойлап тапқан. Ал енді ойынның ережесіне келетін болсақ, оқушылар құмалақтарды дайындау үшін дәл осындай 162 құмалақты пайдаланған. Ауызға ауыз таралып келген аңыздарға Тоғызқұмалақ ойынын қойшылар үшін, малшылар үшін өте керемет ермек болған екен. Тоғызқұмалақ ойыны арнайы тартада екі адам арасында ойналады. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын тақтысында әр ойыншы бір қазан 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі әр неге. Алғашқы жүріс жасаған кезде оқушылар ойыншыны бастаушы дейді. Одан кейін ары қарай жүретін ойыншыны қостаушы деп айтады. Кейде бастаушы бастаған жағы ар жағы болады, екінші қостаушысы қара жағы деп белгіленеді.